Барлық спортшыларға сәлем. Сіздермен бірге мен, Рамиль. Өткен сабағымызда белтемір мен брусияда дұрыс тартылуды өткен едік, үйде тәжірибелеріңізге қарай жеке-жеке тапсырма берген болатынмын. Осылайша біздер денемізді ширатып, қажетті жаттығулар арқылы кеуде, арқа, қол бұлшықеттерін шынықтырдық. Бүгін біздер алғашқы күрделі элементті бастаймыз. Жаттығу барысында жарақат алмас үшін алдымен денемізді ширатып алуымыз керек. Ширатуды мойнымыздан бастап, басқа бұлшықеттерге ауысамыз. Әр жаттығуымызды 10-15 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Иығымызды 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Шынтағымызға жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қол буынан 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді төменгі буындарымыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шираған болсақ, жаттығуды бастайық. Элемент. Екі қолмен қарғып шығу деп аталады. Бұл элемент барлығымызға таныс, ендеше оны жасап үйренетін уақыт келді. Қазір мен сіздерге оның қалай көркем әрі оңай жасалатынын көрсетемін. Белтемірді қарғып, бекем ұстаймыз да сәл теңселу арқылы шапшаңдықпен жоғары шығамыз. Резко залезаем наверх. Жаттығу көзге әдемі әрі әсерлі. Оны жасауды қиын емес. Бұл жаттығу 3 кезеңнен тұрады. Жоғары тартылу, шынтақты жоғары серпу, белтемірден серпіліп тартылу. Осы 3 кезеңді де мен сіздерге көрсетемін. Белтемірді қарғып ұстаймыз да, шынтақ арқылы жоғары серпілеміз де, белтемір бойынан жоғары көтерілеміз. Выжимаем себя над перекладиной. Екі қолмен қарғып шығудың жаттығуларына көшейік. Ең бірінші көмектесетін жаттығу. Белтемірге тартылып үйрену. Кемінде 10-15 рет. Оны өткен сабағымызда өткен едік. Екінші жаттығу төменгі белтемірден иек бойына дейін тартылу. Қалыпты төмендіктен шапшаң түрде жоғары шығып үйрену. Үшінші соңғы жаттығуымыз белтемірге үстінен тартылу. Қол аралығымызды кең түрде қысып ұстаймыз, дем алғанда төмен түсіп, дем шығарғанда жоғары көтерілеміз. Бұл жаттығуда жоғары преске дейін түсу керек. Үшінші соңғы жаттығуымыз белтемірге үстінен тартылу. Дем шығарғанда жоғары көтерілеміз. Бұл жаттығуда жоғары преске дейін түсу керек. Екі қолмен қарғып шығу кезінде жиі кездесетін қателіктер. Біріншіден, қатты теңселу. Екіншіден, жоғары көтерілу кезіндегі амплитуданың аздығы. Яғни жаттығу кезінде төмен түскенде шынтақты және иықты толықтай түзу ұстау. Жоғары шыққан кезде де шынтақты тік ұстау. Екі қолмен қарғып шығуды меңгерген соң бұл жаттығудың басқа да түрлерін жасауға болады. Бірінші түрі, қолды қысқа аралықта ұстап, екі қолмен қарғып шығу. Сәл ғана теңселіп жоғары қарғып шығамыз. Екінші түрі, қолды кең аралықта ұстап, екі қолмен қарғып шығу. Сәл ғана теңселіп жоғары қарғып шығамыз. Қолымызды иық бойындай аралықта ұстаймыз.
Үшінші түрі кері айналым арқылы екі қолмен қарғып шығу. Мұны басқаша воркаутта еңбекпен қарғып шығу деп атайды. Ең қиыны төртінші түрі. X формасында екі қолмен қарғып шығу. Бұл жаттығуларды жасамас бұрын жарақат алмау мақсатымен барлық бұлшықеттерімізді ширатып алуымыз керек. Сонымен үй тапсырмасына көшейік. Екі қолмен қарғып шығуды білетіндер үшін тапсырма. Белтемір мен қысқа белтемірді 6 қатардан 5-8 реттен тартыламыз. Екі қолмен қарғып шығуды меңгергендер үшін тапсырма. Бір рет қарғып шығып, жоғарыдан 10 рет, төменнен де 10 рет 5-6 қатардан тартыламыз. Жаттығуларды бастамас бұрын міндетті түрде барлық бұлшықеттерімізді қыздырып алу керек. Жаттығуларды қалдырмай орындаңыздар. Шынығайық, шымыр болайық. Сіздермен болған Рамиль. Көріскенше.